сен мықтысың. Осы сөзді үнемі өзіңе қайталап жүр. Үнемі өзіңе мен мықтымын деп қайталап жүр. Егер сен өзің әлсіз болсаң, ешкім келіп саған сен мықтысың деп айтпайды. Көрдің ғой, өзіңді төменге түсіре бергеннен ешқандай пайда жоқ екенін. Өзіңді төменге түсірген сәтте сен бақытты бола алдың ба? Жоқ. Өзіңді жақсы сезіне алдың ба? Жоқ. Өзіңді бақытты сезіне алдың ба? Жоқ тағы да. Ендеше неге сен өзіңді әлі де салыстыра бересің? Неге әлі де өзіңді әлсіз сияқты санайсың? Сен өзің мықты екеніңді саналы түрде түсінгеніңде, яғни мықтылық дегеніміз біреуді бір ұрғаннан құлату, немесе біреуді осылай сөзбен жеңу ондай емес. Мықтылық деген бұл қиындықтарға берілмей, өзіңнің мақсатыңа қарай қадам басу. Сонда сені адамдар да сыйлай алатын болады. Сонда сені бүкіл құрметтей алатын болады. Және ең бірінші орында өзіңнің өзіңе деген сенімділігің одан әрі ұлғаятын болады. Қашан? Ол өзіңді мықтымын деп қабылдап үйренгеніңде. Әлемде барлық адамдар сен сияқты. Сенен қатты бір мықты емес, сенен қатты бір ақылды емес, және де сенен қатты бір гений емес. Олар да сен сияқты жай қарапайым адамдар. Неге олар онда жетістікке жетіп жатыр? Себебі олар сенен ерте бастаған. Брайан Трейсидің осы сөзін ұмытпа. Ешкімде бізден ақылды емес, ешкімде бізден мықты емес, және сәйкесінше ешкімде бізден орасан зор күшті емес, жай ғана олар бізден ерте бастаған. Демек, бүгінгі күнің саған келіп тұрма? Демек, бұл күн саған берілген мүмкіндік жаңа өзіңді қалыптастыруға, жаңа өзіңді қабылдауға, және де өзіңнен жаңа тұлға жасауға беріліп тұрған мүмкіндік, мықты тұлға жасауға. Көрдің бе? Осы сөздер саған шабыт беретін болса, онда өзіңді қабылдап үйрен. Сен мықтысың, сен жігерлісің, сен күштісің. Осы сөздерді сен қабылдап үйренгеніңде, және де мақсаттарыңа четко жүретін болған кезде, сен расымен де өзіңнің реально мықты алға қарай қадам басып жатқаныңды сезінесің, және де үнемі алға қарай жылжи бересің. Сол себептен өзіңді ешқашанда әлсізбін деп есептеме, сен мықтысың.